Мінекей Айя София мешітіне, соборға қазір халық, туристер жан-жақтан әлемнен алып келіп жатыр. Қарап отырсаңыздар, мына осы Айя София мешітіне кіру үшін адамдардың өшіретте тұруын қарасаңыздар болады. Мінекей қаншама халық осыған ұзынан ұзақ кеткен өшірет болып тұр. Мінекей әлемнің әр түп-түбінен келген туристер осыны қызықтап Айя Софияны көру үшін келіп отыр. Мінекей үзілмей кетіп баратқан өшірет халыққа қызық болып тұр. Мінекей негізі мына Стамбулдың өзі екіге бөлінеді екен. Азия бөлігі және Европа бөлігі. Осы мына ескі ғимараттардың бәрі, ескерткіштердің бәрі негізінен осы Европа бөлігінде орналасқан. Осы бөлікте туристердің негізі көпшілік осы Европа бөлігіне келеді екен. Енді бұл жерде баяғы Грекиядан бастап, ежелгі Грекиядан бастап Византия мемлекеті болған, соның ескерткіштері, Грекияның ескерткіштері және кейіннен осы Османлы сұлтанаттың ескерткіштері орналасқан. Сондықтан негізгі тарихи құндылықтар, ескерткіштер осы Европа бөлігінде орналасқан. Мінекей қарап отырсаңыздар, бітпейтін өшірет, созылып кеткен, басы жоқ, аяғы жоқ, ана жаққа кеткен. Мінекей асықпаңдар, осы жерге асықпаңдар. Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей қазір біз атақты Айя София мешітінің ішінде жүрміз. Бұл мешіт сонау Византия кезіндегі салынған ғимараттардың бірі болып есептеледі. Бұл бірінші Юстинианның бұйрығымен 532-537 жылдары салынған ғимараттардың бірі болып табылады. Енді былайша айтқанда, салыстырмалы түрде бұл баяғы біздің түрік қағанатымен сәйкес болып келеді. Сол бұмын қағандардың кезі болып табылады. Енді одан кейін 1453 жылы Османлы кезінде Мехмет II Константинопольді жаулап алғаннан кейін 1453 жылы бұл Айя София мешіті деп аталады. Содан бері қарай мешіт болып табылады. Талай ішінде қарап отырсаңыздар, реставрациядан талай өткен керемет ғимараттардың бірі. Құрметті көрермендеріне қарап отырсаңдар, мына
Aya Sofiya мешітінің іші. Бұл енді ішінде керемет үлкен мындай ғимарат екен. Жаңа айтып кеткендей, бұл о баста 532-537 жылдары салынған собор, патриархтың соборы болып есептелген. Ол бұны салған сол кездегі Византия императоры 1 Юстиниан салдырған. Ал кейіннен 1453 жылы Мехмет II осы Константинополь жаулап алғаннан кейін бұл мешітті Ая София мешіт деп атады. Өте сондай керемет ғимараттардың бірі болып есептеледі. Іші керемет, енді ескі ғимарат екені көрініп тұр. Талай реставрациядан өткен. Мына міне күмбезінің өрнектері. Ая София мешіті көне сәулет өнерінің үлгісі болып есептелетін Стамбулдағы мұражай ғимараты. Ая София мешітінің қарама-қарсы жағында атақты көк мешіт, яғни Сұлтан Ахмет мешіті орналасқан. Мәрмәр теңіздің жағалауына жақын орналасқан. Шығыс Рим императоры 1 Юстиниан 532-537 жылдар аралығында Рим империясының мемлекеттік шіркеуі болған. Бұл шіркеу Константинопольдің христиан соборы ретінде салынған болатын. Көлемі жағынан бұл собор сол кездегі әлемдегі ең үлкен ішкі кеңістік болды. Және толығымен ілулі күмбезді шіркеудің алғашқыларының бірі болды. Бұл Византия сәулет өнерінің көрікті көрінісі болып саналады. Оны 10 мың құрылысшы жұмыскер 5 жылда салып бітірген. Содан бері түрлі жағдайларда талай рет қирап, талай рет қалпына келтірілген. Ая София православия шіркеуінің формасына айналды, және оның сәулеттік стилі 1000 жылдан кейін Осман мешіттеріне еліктеді. Ол христиан әлемінде ерекше орынға ие. Ғимарат 2020 жылы мешіт мәртебесіне қайтарылды. ЮНЕСКО-ның әлемдік мұрасы болып табылады. Ая София мешіті Стамбулдағы мұражай ғимараты, көне сәулет өнерінің үлгісі. Мехмет Фатихті кішкентай бала кезінен ұстазы тәрбиелеген. Сол кісі айтқанда осы хадис: Константинопольді алатын басшы қандай жақсы басшы, оны алатын әскер қандай жақсы әскер деп айтқан пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Және сол хадиске қанша мыңдаған адам ұмтылады. Осы Константинопольді алу үшін Мехмет Фатихқа кішкентай күнінен ұстазы айтқан: осы хадис саған арналған деген ғой. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сені айтып тұр бұл жерде деп айтқан. Кішкентай күнінен солай тәрбиелеген. 21 жасқа келеді, енді сұлтан болады. Ол кезде әкесі қайтыс болып сұлтан болады. Сол кезде 52 күн қайта-қайта соғысып Константинопольді ала алмайды. Сол кезде ұстазы тұрып айтқан екен: осы әскердің ішінде 100 мыңдаған адамның ішінде аср намазын 4 ракат сүннетін кім үзбей оқиды деген. Аср намазының ішінде 4 ракат сүннеті бар, бірақ бекітілмеген. Енді оқыса да болады, оқымаса да болады деген сияқты.
Сонда жалғыз ғана 21 жасар Мехмет Фатих шығады ғой. Әрі өзі сұлтан. Күнде асыр намазының сүннетін тастамай оқиды екен. Сол кезде ұстазы айтқан екен: қазір сен бізге дұға жаса. Дұға жасағаннан кейін барлығымыз шабуыл жасаймыз. Сол кезде Константинопольді аламыз деген екен. Дұға жасағаннан кейін сол күні алған екен Константинопольді. Қазір енді асыр намазын мешітте оқысаңыз, асыр намазының алдында түріктер 4 ракат сүннетін тастамай оқиды екен. Барлық мешітте. Ал бізде Қазақстанда ол оқылмайды ғой. Құранда Фатих деген сүре бар ғой. Айя Софияны алған кезде Мехмет Фатих Айя Софияның епископынан өзінің қалтасынан қаржы шығарып Айя Софияны сатып алады. Сөйтіп сатып алғаннан кейін Құранда Фатих деген сүре бар. Сол сүрені оқытады да сол Айя Софияның ішінде оқытады. Бұрын шіркеу болған, сол жерде бірінші рет Құран оқылсын деп Құран оқытқан. Стамбулды қарасаңыз, негізгі көп жері ойлы қырлы, төбелер көп. Сондай төбеден кемелерді өткізген. Кемелерді өткізіп, бері бетке қарай түсіріп, сонымен шабуыл жасаған. Өзі негізгі мамандығы архитектор болған. Жоғарыда айтқанымыздай, ұстазы дайындаған Константинополь, яғни Стамбулдың айналасы үлкен қорғандар да бірнеше қорғандар болған. Соның әлсіз тұстарын табу үшін ол архитектураны оқыған. Кішкентай күнінен соған дайындалған. Өте үлкен мақсат қойған. Ұстаздыққа байланысты сол бүгін ғана осы. 561. sayfa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين
الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذللا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصرون من دون الرحمن إن الكافرون